Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын тағамым қытырлақ бауырсақ жасаймыз. Қытырлақ бауырсағымыз түшпәрә тәріздес бауырсақ жасаймын. Ең алдымен біз електен өткізіп алып, ұнымызды дрож қосамыз, бір қасық тұз қосамыз кішкене қасықпен, және де 2 қасық шекер және май қосамыз, және жылы сумен қамырымызды илеп аламыз. Осылай қасықтың көмегімен араластыра отырып, одан кейін қолымыздың көмегімен қамырды илеп аламыз. Қамырды өте қатты жұмсақ қылмай, орташа жұмсақтықта илеп аламыз. Осылай илеп аламыз. Илеп болған қамырымызды 2-3 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Бастырып қоямыз орап. Бұл қамыр ашу керек. Көтерілді қамырымыз. Енді 2 бөлікке бөліп аламыз осы қамырымызды. Екі бөлікке бөліп, біреуін бауырсақ қылам, біреуін қытырлақ түшпәрә тәріздес бауырсақ жасаймыз. Енді ең алдымен бір зуаласын шайып, осылай ұн сеуіп отырып шаясыздар. Қатты ұн сеппейсіздер, бастапқыда сеуіп, одан кейін жайлап қамырды шаямыз. Осылай шайып аламыз қамырымызды. Қатты жұқа емес, қалың емес, орташа тәріздес қып қамыр жайып аламыз. Осы жайған қамырымызды формаға келтіреміз. Осылай формаға келтіріп, осылай кесіп аламыз. Және де тағы да формасын жасаймыз. Осылай 4 бұрыштап кесіп аламыз. Енді бізге салмасына картошка керек. Картошканың қабын ашып, тазалап, суға қойып, қайнатып аламыз. Оны картошканы езіп, және де пияз қосамыз. Пиязды мен майға қуырып алдым, дәмі әдемі болсын деп. Осылай картошкамен араластырып езіп аламыз. Осылай қосамыз. Енді қамырымызды түшпәрә тәріздес осылай бүгеміз. Өте керемет, балдар сүйсініп жейтін қытырлақ түшпәрә тәріздес бауырсақ болады. Балдардың сүйікті асы десем де болады, қызығып жеп қояды. Осылай бүктім. Енді біз табамызға майды құйып, қыздырып, бауырсағымызды, қытырлақ бауырсақты осылай қуырып аламыз. Өте керемет. Майды қыздырғаннан кейін, майды орташа отта қойып, осылай пісіріп аласыздар. Жайлап. Өте керемет. Түшпәрә тәріздес бауырсағымыз шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді дайын қуырылып болды.
Достар, менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Өте керемет қытырлақ бауырсағымыз шықты. Бізге ас болсын.